Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бөген жалпы орта мектебінің 8 сынып оқушысы Қасымхан Жаңғар. Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бөген жалпы орта мектебінің 8 сынып оқушысы Жарқызы Жандыр. Біздің топтың аты Эковижн, яғни экологиялық көзқарас. Менің ауылымның экологиялық проблемаларын шешу және жастарға экологиялық мәдениетін қалыптастыру тақырыбында жасаған жұмысымызды ұсынамыз. Менің туған өлкем, туып өскен жерім Арыстан елді мекені. Төрткүл ауыл округінің солтүстігінде орналасқан, оңтүстігі Көкарал ауылы, солтүстігі Бәйдібек ауданы. Батысы Ақсары ауылдарымен шектеседі. Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолының бойында орналасқан. Біздің ауылымыздың жер көлемі 2500 гектарды құрайды. Оның басым бөлігі егін жерлер. Оның ішінде суармалы 1207 гектар. Ал және малға жайылым жерлері 1293 гектарды құрайды. Және менің ауылымның тұрғындарының басқа айналысатын істері мал шаруашылығы және егін шаруашылығы, бау-бақша өнімдері де белсенді түрде өндірілуде. Ордабасы жер бедері жазық, оңтүстік бөлігі солтүстікке қарағанда біршама көтеріңкі және бұл бөлігі Арыс өзенінің салалары мен сай салаларға түйінделген. Ауданның климаты континенттік, қысы қысқа, жұмсақ жазы, ал жазы ұзақ, ыстық және аңызақты. Қаңтар айының жылдық орташа температурасы 3 және 5 градус, ал шілдеде 26 және 28 градус. Жауын-шашынның жылдық орташа есеппен 200-380 мм жауады. Ал жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады. Оның жылдамдығына келетін болсақ, 6,8-7,8 секундынан соғады. Және желдің әсерінен жазда ауданның гидротермиялық көрсеткіші төмендеп 0,3-0,4 ылғалдық мөлшері кемиді. Құрғақ және ыстық кезеңдер осылайша қалыптасады. Аудан арқылы Арыс және оның салалары Бордай, Бөржар, Бадам, Жұбаты және басқа өзендер ағып өтеді. Ал ауданның ортасында Бөген суғармасы орналасқан. Ауданның Арыс Түркістан каналы тартылған. Бөгеннің оңтүстігін бойлай Арыс каналы жүргізілген. Ал өсімдіктеріне табиғатына келетін болсақ, өсімдігі қияқ, қоңырбас, солтүстігінде бозжушан, басым, көкпек, сарсалап, баялық, күйрек өскен. Ауданның солтүстігінде бозжусан, ши аралас экодиеттің өсімдіктері өседі. Дәмді өсімдіктерге тоқталатын болса, күріш қонағы, қара меңгуза, тұмашы және тағы басқа түрлері кездеседі. Ал енді ауылдың ауа райын туралы болсақ, Қарабас тауынан бастау алатын Арыстанды өзенінің аңғарынан бойлап соғатын Арыстанды Қарабас жері. Бұл жердің ең қызығы бір тоспақ 3 күндіз 7 күндіз немесе 14 күндіз тоқтамайды, яғни 2 апта. Бұл жер тұрған кезде солтүстіктегі қара құмды жерден қара құйын көтеріледі. Аңызымен, ең алдымен Арыстанды Қарабас жері жер атауы екенін жоққа шығара алмаймыз. Айталық оңтүстік Қазақстан топономикасы жинағына сәйкес Қаратау құмжастарынан басталып Арыстанды өзен алабының солтүстік-шығысына соғатын бөлек жеріміздің аты осы жер аттарына байланысты қойылған. Жер өңірге соққан Есет қаласының көтеріледі және Қарабас жері деп атауы осыдан болған. Жер Арыстанды өзені алабының климатына әсер етеді. Қыста ауа райы күрт бұзылады, жазда аңызақты қоңыршылық қалыптасады, апталап соғады. Отырар энциклопедиясынан сүйенетін болсақ, мұндағы тұжырым бойынша ол таудың батыс және шығыс жоталарында аралығындағы қосылған кезде күшіне енеді. Желдің жылдамдығы секундына 30-35 метрге дейін жете алады. Және бұл ауа райына ауылдың тұрғындары да әбден үйреніскен. Тіпті жел тұратын кезде де күндерін ерте бастан байқап сақтанып жүреді. Топырақтың қасиеті жердің қасиетімен атасқан демеске лаж жоқ. Менің болашақтағы жоспарым туған жеріме аз да болса пайдам тисе деймін. Менің ауылым 9 жылдың тарауы болып саналатын, сонау батыстан бастап шығысты қамтып отқан Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан. Ұлы Жібек жолы қазіргі таңда Батыс Қытай, Батыс Еуропа болып саналатын үлкен жол торабы. Және де Мұқағалай Мақатаев атамыз айтпақшы, бір әңгіме айтшы ауыл жайлы одан артық рахат табылмайды дей отырып, мен өзімнің кіші отаным Арыстанды елді мекені жайлы сөз қозғамақпын. Алға қойған арман мақсатымыз ауылымызды көркейтіп, жаһандық дербес мекен қылғымыз келеді. Сол емес, осы шағын макетті құрап шықтық. Болашақта өзіміздің ауылымызды осындай кейіпте көргіміз келеді. Бұл біздің макетіміздің
басты ерекшелігі баламалы энергия көзін алу, яғни және сауатты мысалын ұстану. Мен осы тұста өзіміздің ауылдың проблемасы және оның шешімін атап өтсем. Осыдан бір жыл бұрын 2022 жылы наурызда бізде ауа райының күрт өзгеруіне байланысты, желдің қатты байланысты наурыз айында бізде боран болып жарық сөнді. Электр тоғы бізде болмады. Осындай уақытта бізде мектепте жылу болмағандықтан, онда ауа райы күрт өзгеріп, суық болғандықтан біз мектепте бір ай болып білім ала алмадық. Осы проблеманы қалай шешсек болады? Осы жел бізде қайтеді болса, электр тоғынан айырылатынымыз өтірік емес. Осы желдің тек зияны жетпей және пайдасында алу үшін біз осындай жел генераторларын орнату керекпіз деп шешеміз. Ал бұл жоспардың іске асуын жаңбыр айтып өтеді. Осы бағытта ұстанған себебіміз елбасымыз айтқандай, халықтың келешек мақсаттарының бірі баламалы энергия алу. Бұған айқын дәлел Экспо 2017 көрмесі Қазақстанда ұйымдастырылды. Осы жерде мен ауылының ауа райын есіме түсірдім. Себебі бізде Арыстанды Қарабас желі тұрады. Ол бір тұрған кезінде үздіксіз апталап бір күнге дейін тұрады. Осы Қарабас желімізді неге тиімді пайдаланбасқа деген ойменен айналатын жел иірушілерді пайдалану арқылы жолдағы электр шамдарына жарық беруді және осы бағытта жасыл энергия топ негізіне ала отырып таза әрі